Сәлеметсіздер. Қай күні Хамза деген баланың мамасы Хамзаны қандай диагноз қойып еді? Ревматизм еще тағы бруцеллез деді ма? Бруцеллез деп, иә, бруцеллез деп берді. Оның бәрінен толық айықтық қой. Бұйыртса, иә. Бұйыртса, қазір жап-жақсы бала. Ұйқысы тыныш, көңіл-күйі жақсы, иә. Аппетиті жоқ болған. Аппетиті жақсы. Өзінің дені сау екенін түсінді, иә. Енді үйге барғанда да ары қарай жалғастырамыз. Жалғастырыңыз, иә, жалғастырыңыз. Жалпы негізі ауру неден болатын себебін анықтап білсек, кім оған барады, дұрыс па? Аурудың себебі осы екен десе, ешкім өзін ауыртқысы келмейді. Сондықтан біздің ортада емделуші болсын, оқушы болсын, барлығы сол емделу барысында, оқу барысында түсініп алады аурудың себебі не екенін. Көп нәрсе біліп алады. Сіз балаңызды емдейін деп келіп, аяқ астынан менің немен өзіңізге қараңызшы, тым абыржып кетіпсіз деп не қылып едім, емделді. Сіздің бойыңызда қараңыз, аллергияңыз болған, енді аллергияны кішкене ұзақ емдеу керек. Организм бәрі дұрысталғанда, өттің, ас қорыту жүйенің жұмысы жақсарғанда барып өкпе дұрысталып, содан кейін барып тыныс жолына жақсы әсер етеді. Содан кейін барып мына жердегі теміршек кеңірсік кішкене функциялық қызметі жақсарады, содан кейін барып ақырын айығады. Бір жолата жазып кетпеген шығар, бірақ ашылды, иә? Иә, ашылып ана. Деңізші? Жоқ ашылып тұр. Иә, мына кісі бізге келген кезде бітеу мұрыны. Аузымен ғана сөйлеп, сөйтіп қиналып тұрады. Беті прямо енді нұр жоқ болған. Қазір жұқары уже бері шығыпты, иә. Сосын геморрой болған қайтты. Геморройым жақсы, сол запор болып, менде запордан отыра алмай, сосын геморройым әсер етіп ауырып жүретін ғой. Қазір запорыңыз жақсы? Запор қазір неғып жүрген жоқпын, қиналып жүрген жоқпын, жақсы отырып жұмсап отырмын. Женский ауру тоже болған. Ішіңіз ауыратын? Ішім ауырып, сол сізге келгенде өзіңіз қатты ауырып жүрген мен. Бірақ больницаға бармаймыз ғой, балам деп жүрмін да. Одан кейін сол мына бір қолжақ, қолтық жағымыз, женский жағым. Мына жеріңізде кішкене шишка болған. Иә, шишка болған. Соны ана нені имберді жағып орап береді қыздар. Содан адырады, иә? Адырап, ана ісігі шамалып қайтты. Енді осы үйге барғанда да қайтты. Иә, жалғыз істеп үйреніп алдыңыз ғой. Қыздар үйретпеді ғой. Иә, қыздар керемет. Сол жақ қолыңыз көтере алмай, кеудеңізбен ауырып қайтты сол. Жоқ, жақсы кәдімгі шаншып, бүйтіп солқылдап, былай ауырып тұратын ғой. Бәрі қайтты, иә? Иә, былай ана басылды. Беліңіз ауыратын? Белім, ішім, сол өзі, білмеймін, не болып жүрдім ғой деймін, бәрі нефіп тұрды ғой деймін. Оңай ма ана балаңыз енді өсіп келе жатқан бала 3 айдан бері ревматизм деп ауырып? Иә, сол біз жүгіре бердік одан, иә. Ол бізге айта салған оңай, бірақ мына кісінің орнында тұрсаңыздар өте қиын, ол баланың ауырған 3 ай. Ал 3 жыл ауырып жүрген, 10 жыл ауырып жүргендерді ойлаңыз, аналар қандай қасірет қайғы шегіп жүреді. Құдай сақтасын, иә, есіміне түсіндіңіздер ғой біздің ортаға келіп. Бетінен уже қол аяғыңыз мұздайтын сосын? Иә, бір адамдай тоңып жүретін, сол қан айналым жақсарады екен, негізінде массаждарын бүйтіп не қылады ғой деймін, сол қазір былай терлеп жүрем жүрген кезде. Қуат қой, мен сізге алғаш келгенмен түсіндірдім ғой, қуат адамды емдейтін. Біздің ортаға келгенде ешқандай апталап, 10 шақты күн жүгіріп, анализ тапсырып, неше түрлі аппаратқа түсіп тексерудің түк те қажеті жоқ. Келеміз, пациент не айтады, симптомдарын айтады, барлық аурудың себебі бір ғана себеп. Адамның иммундық жүйесі төмендегеннен, яғни қуаты, өзінің күш қуаты. Ал күш қуатын оятып, соның өзін-өзі қабілетін орасан зор күш ынталандырса, күшін, онда адам өзінен өзі айығып кетеді. Бұған біз риясыз көзіміз жеткен, жалпы барлық халықты осындай ем-домға шақырамыз, осы методты мен оқытып жүрмін, келіп оқып алыңыздар. Болашақта келіп оқитын ойыңыз бар ма? Негізі, иә, бар, көбісі қазір көп аурудың жолын білдім да мен. Мысалға, бізде ревматизм болғанда бруцеллез, одан кейін бүйрек, бізде өт жол бәрі асқынды ғой. Сонда біз оның біресе бүйрек ба дедік, біресе ана жерде бізде кеттік қой, сөйтсек ревматизмнен бәр жер ауырады екен ғой, ревматизм бәр жер. Иә. Соны мында келгелі мен көп аурудың себебін, нүктесін, мысалға мұрынның тыныс жолдың массажы дейді, мысалға, былай келіп қарасаң, уже көп нәрсе. Қиын емес, емдеп жүр. Өзіміз, қазір күнделікті қай жерім ауырып тұр, сол жердің уже точкасын біліп тұрсың да, уже. Иә, бір оқысақ башы, оқысақ башы. Оқып алыңыз, мүмкін болса. Басаман денсау болса жалғасты оқыта береміз, әр айдың 10-да басталады. Мына жерде қыздар да жақсы келеді, қыздарға да рахмет айтқым келеді. Әрине, біз міндеттіміз сіздерге жақсы қызмет көрсету.
Бірінші Алланың арқасы, одан кейін сіздер себепші болдыңыздар ғой енді. Рахмет. Біздің орталық тек қана халық үшін күйініп, халыққа қызмет ету. Жақсы не, қарым-қатынас. Миссия дейді, өз алдарына миссиясын біледі. Не істеу керек екенін, жұмысының өте маңызды, мәнді екенін түсінеді. Сондықтан олар жақсы көреді кәсіптерін. Әрбір келген пациент өзінің жақын туысқандай ықыласына халықпен соған ырза боламын. Мен кей жерде бір ана не қылып сөйлеп, ана бір сенің жағдайыңа қарай кіргісі келмей сөйтіп тұрады. Ана жерде бүкіл бәрі сенің жағдайыңа кіріп, сізде келгенде жақсы қарсы алып, бір жылап алып сізге. Келген пациенттер жылап кетеді. Сол қазірде енді сізге деген ризалықтан не болып тұр да менде, сізге рахмет. Көп нәрсені білдім мына жерге келіп, енді бұйырса сол бойынша жұмыс жасаймыз. Ең бірінші орынға денсаулық қойыңыздар. Денсаулықты қатар ала жүріп, содан кейін барып тіршілікті алып жүріңіздер. Сізге рахмет, Алла разы болсын. Ауырмаңыздар. Ауырмаңыздар, кішкене жасарып қалыпсыз, жиналып кішкене арықтапсыз. Бәрі айтады арықтағансың дейді, білмеймін. Әйтпесе менен үлкен емес екенсіз ғой, кіші екенсіз. Кішкене жиналып, не қылып жүріңіз, өзіңізді жақсы көріп жүріңіз. Мына жерге келіп сондықтан не қылып өз-өзіміздің қолымыздан келеді екен ғой деймін да мен. Тіпті қиын емес. Тіпті қиын емес, бірақ соны өзіміз ауру мен қартаюды өзіміз жасаймыз. Аурудың себебі де өзімізде, тез қартайып кетудің де себебі өзімізде. Ал соны сәл-сәл қолға алып, анау иммунитетті сәл күшейтіңкіреп жүрсек, бірге тірлікпен қатар алып жүрсек, қартаймауға да болады, ауырмауға да болады. Бар ғой қазір әлемде 70-ге келіп қарасаң 40 неше жастағы адамдар бар мысалы. Сол сонда Ләззат ханым. Ауырмаңыз, ауылға аман-есен жетіп алыңыз. Жетіп алған хабарлаңыз, жетіп алдық деп. Енді жүрген жеріңізде насихаттап жүріңіз. Қазақ халқымызды осындай емге, табиғи емге, осының біліміне шақырса, школға пәнға енгізіп жерсе, негізі ойымыз школға пәнға енгізіп жерсе, бұл оп-оңай ұғым, адам дүниеге қалай келеді, қалай ауырады, қалай қартаяды, қалай ауырмаудың алдын алу керек екен деген ұғымдарды дұрыстап түсіндірсе, қалай жеуді де түсіндіңіздер ғой? Түсіндік, тамақты да. Одан кейін мен біріншіден рахатқа айтқым келеді да, рахмет, рахат осы жерге емделіп шыққан Сарқанның баласы қайын болып келеді. Сіз Сарқаннан келіп отырсыз ғой? Сарқаннан. Бізде рахат деген бала цирроз печеньінің соңғы сатысымен келіп жазылған біздер. Сол кісі маған Ләззат апай, сонда апарыңыз баланы көріп жүрді да, біз Сарқанда больницаға тасып жүргенбіз. Содан енді бағасына қарап, ақша ғой әйтеуір қимаймыз. Содан кейін рахаттың бірінші сол Алла, екінші рахат, одан кейін сіздер бәріңізге рахмет айтқым келеді. Халыққа не айтасыз? Халыққа келіңіздер деймін, емделіңіздер. Шынымен қу дүние жетпейді екен, былай қарап тұрсаң өзі несімен болып кетеді екен. Одан кейін мен осы жерге отқан кезде де жаңағы апамыз, достарымыз, өзім туыстарым бәріне рахмет айтамын да, осы жерге бізге жаңағы бәрі көмек болып жинап сөйтіп кетті. Баласын көрсетем деп келген. Міне, қандай жақсы пейіл ниетпен жиналған ақшамен өзіңіз келдіңіз. Сонымен мен де емделіп кеттім. Сол бәрі өз есебімен болады екен да, қорықпаңыздар, келіңіздер. Көп нәрсе үйреніп қайтасыздар. Күнделікті тамақтан да, күнделікті жаңағы өзімізге керек нәрсені үйреніп, денсаулықты жақсартып алуға болады екен. Ауырмаңыздар. Халқым ауырмаңыздар. Аурудың алдын алуға келіңіздер. Асқындырып алмаңыздар ауруларыңызды.